Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін өте оңай дайындалатын және өте дәмді нәзік торттардың бірі сүтті қыз тортының рецептімен бөлісетін болам. Менімен соңына дейін болыңыздар. Ыдысымызға бөлме температурасындағы тұрған қойытылған сүтімізді құйып, үстінен бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап миксерлейміз. 3 жұмыртқамызды бір-біреуден салып миксерлейтін боламыз. Бөлек ыдыстағы ұнымызға қопсытқыш араластырып алып, сұйық массамызға 3 бөліп салатын боламыз. Қалауыңызға орай ванилин қоссаңыз болады. Пергамент қағазымыздың үстіне 22 сантиметрлік формамыздың орнын қалдырып, үстіне қамыр құямыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 8-10 минут пісіреміз. Осы тәрізде қалған коржымыздың барлығын пісіріп шығамыз. Енді крем жасауға кірісеміз. Чизбенен қант ұнтағын жақсылап біріктіріп аламыз. Үстінен салқын сливкиімізді құйып, формасын қатты ұстағанға дейін 5 минуттай миксерлейтін боламыз. Крем дайын, енді коржықтарды жинайтын боламыз. Корждарымызды жинап болған соң аттестатная пленкамен орап, сыртынан формамызды кигізіп қоямыз. Кемі 4-5 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Торттың сыртын қаптайтын кремін жасаймыз. Чизбенен қант ұнтағын біріктіріп алып, үстінен салқын сливкиді құямыз. Формасын ұстағанға дейін 3-4 минут миксерлейміз. Крем дайын. Енді оны кондитерлік қапшықтарға салып, видеодағыдай етіп, торттың сыртын қаптайтын боламыз.
Шпательдің көмегімен торттың сыртын тегістеп шығамыз. Осылай крем толмай қалған жерлеріне жағып жібереміз де, қайтадан тегістеп жібереміз. Кремді езбейміз, тек тегістейміз. Бетін әрлеу үшін осындай 1М кондитерлік насадкасын қолдандым. Сіздер өз қалауыңызша әрлеуіңізге болады. Тортты осылай қалдыруға болатын еді, бірақ крем жетпей қалды кішкене, сол үшін жетпей қалған жеріне шоколад ерітіп құйдым. Рецепттің толық нұсқасын видеоның астында описание бөлімінен таба аласыздар. Мінекей тортымыз дайын. Жасалу өте оңай, бір жасағаннан шығады, еш қиналмайсыз. Рецепт сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара.